Сенімен бірге мен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын, достар. Менде бүгін жатақхананың 3-ші сериясы, достар. Мен просто шопинг жасағанымды түсіре алмадым, себебі адам бәрі өшіп қалды. Сосын оларды қайтадан жасадым, и оның қолындағы киімдер өшіп қалды. Сосын оған мән бермеңіздер, түсіре береміз. Ең алдымен тіркеліп, лайк-постты ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Қыздар, бүгін маған шопинг қатты ұнады. Iya, маған да ұнады. Iya, маған да қыздар, мына толтыру керек сияқты ғой. Айтпақты, Жасмин, не болды? Давайте бұл жаққа кітап, тағы да басқа заттарды алып келіп, біз өзіміздің бос уақытымызда істейтін заттарды алып келеміз. Давай сөйтейік онда. Онда барып шешін келек. Жарайды, кеттік. Түріндер. Так, мен қазір қыздар, мен қандай киім кисем болады? Ой. Давайте мынандай ки. Дәрсі ма? Күшті болып дәрсін. Әдемі болып тұр саған. Иә, өте қатты жарасып тұр. Онда рахмет. Мен ауыстырып алайын. Мен бүгін аны кием ғой деймін, ұсынып тұр. Той қыздар қашындар. Мен киін алайын енді, әдемі көп. Мен обязательно осы киімді кием, себебі маған қатты ұнайды. И боянып алам. Текс болдым. Ертең универ. Иә, дайындалу керек. Енді тапсырмамыз, білесіңдер ма? Иә, білеміз. Сендер қандай маманға түстіңдер? Мен ба? Мен дизайнерге түстім. Мен салон красотыға түстім. Мен дәрігерге түстім. Бәрімізгі қыздар, бәрімізгі бөлек екен ғой, иә? Иә, бәріміздің жұмысымыз бөлек, но менке ең күштісі. Иә, сенкі күштісі. Қыздар, тоқтаңдар. Қыздар, бүгін кімнің кезегі? Иә, тамақ жасайтын кімнің кезегі? По-моему, мен ғой дейм. Иә, қазір есептер берем, сонымен жасай саласын. Жарайды. Қазір есепті жасап көрсем не болады екен? Көрейінші, қолымнан бірдеңе келетін шығар. Жұмыртқа мен кәттілікті алып қасып не болады екен? Қолымнан келді. Тағы да істеп көрейік. Қазір мен қыздарды таң қалдырдым. Және тәтті істейін ба, істемей қойын ба, көрем қазір. Мен шай құюды білем, өзім құя салам. Қандай әдемі шаш. Ойбай. Тамақ жасадың? Бәріне сүт шай. Наға. Ысқан. Сүтті орнына қоямыз, потом. Жайды. Ой. Қыздар, жүндер, тамаққа, мен тамақ істедім. Ой, Камила бірдеңке бүлдір қоймады екен. Я тез жүрші көрейік. Не бүлдірдің тағы? Наны өзің жасадың ба? Иә, өзім жасадым. Дәмді сияқты ғой. Иә, жеп көрейік. Не деген дәмді? Қайсы? Дәмді екен шынымен де. Камила, сенде қолына бірдеңке келеді екен ғой. Иә, айттым ғой, істей алам деп. Просто рецептерін білмегендіктен айта салам. Түсіндік. Қыздар, мен кеттім, жаттық келем, көп тамақшы қойдым. Біз өзіміз жаттықпаймыз. Иә, біз оданша далаға шығып прогулка істегелек. Давай.
Камила, біз барып прогулка істеп келеміз, сен ренжімейсің ба? Жоқ, мен ренжімеймін, тағы шыққым да келіп тұрған жоқ. Жаттығу жасаймын. Жарайды, онда ренжімесең, біз барайық. Жарайды, енді қыздар күшті демал келіңдер ойнап. Ал мен мында жаттығам. Такс. Так. Жарайды, онда киінейік. Давай. Такс, мен осыны, или бұл... Ой, пижама екен ғой. Әнекем. Күшті жасады өзіңе. Рахмет. Сенің мынауың күшті жасады өзіңе. Рахмет, кеттік. Ой, шаршаған жоқсың ба? Жоқ, қыздар, бара беріңдер. Болдым, ойнан өшір салайын. Так, су ішіп алайық. Шаршап қалдым ғой. Жарайды енді. Ой. Такс. Кетімен бір жуынып шықпасам. Такс. Міне, болды. Енді такс, осыдан кейін боянып, потом кинома бірдеңке қарау керек болды ғой. Такс, кино ала салайын. Кеттім. Алдымен кино көргенге бізге такс тәтті керек. Бізге әрине ол такс. Так, осыны аламын. Сонысы Хэллоуинді аламын. Өйткені мен қазір ең қорқынышты кино көремін. Сондықтан да осыларды алайын. Потом осыны аламын. Такс. Міне. Такс. Не деген қызық. Күшті болды, прогулка. Иә. Біз келдік. О, кеп қойдыңдар ма? Иә. Қалай болды, қалай демалдыңдар? Прям күшті болшы, бәрі қызық болды. Иә, маған қатты ұнады. Жарайды, жүріңдер. Әңгіме айтайық бөлмеде. Келіңдер, отырыңдар. Так, жарайды. Қыздар қазір маған звондап жатыр. Бар келейін. Алло, айта беріңіз. Алло, қызым. О, мама. Қызым, сен бүгін жатақханадан шығатын күнін оқуыңа барасың, басқа жатақханаға барасың. Иә, білемін. Иә, қызым, соны ұмытпа. Келерде звонда. Саған жатақхана жалда қойдым. Жарайды, анашым, сау болыңыз. Сау болуға сөйтім. Сонда мен осы жатақханадан кетем ба? Жарайды. Достар, келесі бөлімі қызық болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.